Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бүгін ұңғыманың түп-мән аймағын конструкциясын жобалау пәнінен 13-ші дәріс. Ұңғыма түп-мән аймағы конструкциясының ұңғыма өнімділігіне әсері. Дәрістің мақсаты мен өнімділік ұғымы. Ұңғыма өнімділігіне әсер механизмі. Ұңғыманың түп-мән аймағы конструкциясының өнімділікке әсер ету механизмін терең түсіну. Факторлар талдау. Өнімділікті анықтайтын гидродинамикалық және конструкциялық факторлар жан-жақты талдау. Тиімді шешім қабылдау. Жобалауда тиімді және негізделген шешім қабылдау принциптерін қалыптастыру. Ұңғыма өнімділігі. Қабаттан ұңғымаға флюидтің берілу қабілетін сипаттайтын көрсеткіш. Өнімділік көрсеткіштері: дебет, өнімділік коэффициенті, іскен фактор. Дебет өнімділік коэффициенті, яғни қысым айырмасы өзгергенде дебеттің қаншалықты өзгертетінін көрсетеді. Іскен фактор ұңғыма түп-мән аймағында қосымша кедергіні сипаттайтын коэффициент. Ұңғыманың түп-мән аймағы конструкциясының сапасын бағалаудағы негізгі көрсеткіш. 0-ден жоғары болса, яғни ұңғыманың түп-мән аймағы зақымдалған, бітелген болады. 0-ге тең болса қалыпты, 0-ден кіші болса стимуляция нәтижесі, яғни қышқылмен өңдеу ГРП кезінде. Суретте беріліп тұрған формулалар арқылы анықталады дебет және өнімділік коэффициенті. Ұңғыманың түп-мән аймағының конструкциясы өнімділікке қалай әсер етеді? Бірінші, гидродинамикалық кедергі. Қабаттан ұңғымаға дейінгі қысым шығынның үлкен бөлігі ұңғыманың түп-мән аймағы зонасында қалыптасады. Кедергі азайса, дебет артады, кедергі өссе, дебет төмендейді. Ағын қимасының өзгеруі. Конструкция қабатпен байланыс қимасын анықтайды. Ашық оқпан, перфорацияланған интервал, сүзгі. Қиманың жеткіліксіздігі ұңғыма маңындағы ағын жылдамдығын арттырады. Құм шығуы, су конусы эрозия қаупін күшейтеді. Зақымдану қалыптасуы. Дұрыс емес конструкция бұрғылау ерітіндісінің фильтратының ұсақ бөлшектердің енуіне алып келіп, іскен өсуіне себеп болады. Конструкция тек темір емес, ол гидродинамикалық қасиетті қалыптастыратын жүйе. Өнімділік теңдеуі және нақты конструкциялық элементтер. Радиалды фильтрация теңдеуі. Бұл жерде іскен фактор ескерілмеген. Дебет өткізгіштікке, қалыңдыққа, қысым айырмасынан тәуелді. Конструкция әсері негізінен іскен фактор арқылы көрінеді. Іскен фактор өссе, дебет азаяды. Яғни бірінші ашық оқпан, яғни open hole completion. Қабатпен байланыс ауданы үлкен, гидравликалық кедергі аз, іскен фактор төмен. Артықшылықтары: жоғары өнімділік, кемшіліктері: тұрақсыз қабатта құлау қаупі, құм шығу ықтималдығы, селективті өндіру қиындығы. Шегенделген және перфорацияланған. Қабат тұрақтылығы қамтамасыз етіледі, селективті перфорация мүмкіндігі бар. Кемшіліктері: перфорация қосымша кедергі тудырады, каналдар ластануы мүмкін. Маңызды қағида: перфорация параметрлері дұрыс болса, іскен фактор төмендейді, сәйкесінше өнімділік артады. Сүзгі арқылы аяқтау. Sand control completion. Құмды қабатта өнімділікті сақтауға арналған, құм шығуды тоқтатады. Кемшіліктері: сүзгінің бітелуі, яғни іскен факторының өсуі дебеттің төмендеуіне алып келеді. Оңтайлы шешімдер: фильтр пакер қолдану, грави пакер қолдану және перфорацияланған фильтр қолдану. Конструкцияның сулану мен газдануға әсері. Бұл жерде су конусы. Егер перфорация қабаттың төменгі жағына жақын орналасса, немесе депрессия өте жоғары болса, су конусы тез пайда болады. Нәтижесінде мұнай дебеті төмендейді, су үлесі артады. Газ конусы. Перфорация жоғарғы газ шекарасына жақын болса, газ ерте келеді. Нәтижесінде газ факторы өседі, ұңғыма режимі бұзылады. Қорытындылай келе, перфорация интервалын дұрыс таңдау өнімділікті ұзақ мерзім сақтаудың басты шарты. Ұңғыманың түп-мән аймағы конструкциясын өнімділікті арттыру жолдары. Перфорация параметрін оптимизациялау, яғни ондағы тығыздық, тереңдік сияқты параметрлер тиімді таңдау. Перфорация интервалын селективті таңдау. Іскен фактор төмендететін шаралар, яғни қышқылмен өңдеу, еріткіштер, импульстік өңдеу, гидравликалық жару сияқты әдістерді қолдану.
төмен өткізгіш қабатта гидравликалық жаруды қолдану, құмды қабатта дұрыс сүзгі жүйесін таңдау. Ұңғыманың конструкциясы дұрыс таңдалса, скин фактор азаяды, қысым жоғалуы төмендейді, өнімділік коэффициенті өседі. Ұңғыма дебиті тұрақты жоғары болады. Рахмет.